Biz Kore'de жүрміз деп жүріп қой. Маған бәрі ұнайды, базар жоқ, бәрі күшті. Шүкірді. Бұл кісі суретке түсіргенде бар ғой. Надо апыл маумя. Ал баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде жаңа влог. Кореяда сіздер күтпеген от контент. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз ба? Жақсы. Аты қалай? Абдулла. Абдулла. Очень приятно. Эльмира. Эльмира сама. Ассалаумағалейкум, братан. От болыңыз. Көтені ұстайын бар адной. Братан, кәрістерде сонда ғой. Көт ұстау еркелетеді ғой. Қызын да жігітін де сонда. Серьезно, айтыңызшы, братан. Молодец дейміз ғой. Чері жоқ. Молодец. Как волейболда, да, былай? Гол салған кезде екен, молодцы. Не дейсіз? Абу, сделай нам классный контент. Болды, істейміз ғой. Можно снимать. И либо и вот этот квадрат пенсии на осымен аласың. Ну, на человека. Мажала, графия, бұны кәдімгі. Курсовать жатырмын. Скажи, братан, Сәлем, ребятушки. Біз Южный Кореядамыз. Осында мен примерно 5 жыл бұрын болдым. Ол кезде енді, грубо говоря, тай-тай басып келатқан кезіміз. Ни Египет, ни Турция, ни Дубай, где можно пообщаться на русском. Ана өзіміздің қазақтарды табуға немесе орыстармен сөйлесуге, ну, в плане вот этого, да, ситуации. Мына жерде даже ағылшынша көп сөйлемейді, иә, негізінде. Ну, они общаются, но стараются өздерінің традиция корейше сөзімен, ну, тілімен сөйлеуге. И вот бізге это тяжело было. Біздің қалтамызда всего лишь 200 мың теңге ма ғана болды. 200 мың теңге. Я прям ностальгия болып жатыр. Анандай қызықты жерлерге немен баратынбыз? Метромен. Ебать, метроның веткалары енді айта алмаймын. Біз равно басқа бір жерге кеткен жоқпыз ғой, андай типа самотык дегендей. Карты можно? Заходишь сюда в будку и делаешь фотки. Сен ішіміз контент тұрып атыр әйтеуір. И вот так это примерно Йо, раз, два, мен шығамын алға, біз қазақпыз. MC 95-тер. Қайдастар? Әне. Біз Кореяда жүрміз. Әне. Деп жүріп қой. Мынандай жерге келдік. Капотаға түсеміз ғой. Деп қуып жатыр қой. Деп қуып кетсең, қыздармен, ассалаумағалейкум. Не деген болды, құдай. Ал, құрметті достар, сіздерге айтқым келіп жүрген жаңалықтардың бірі осы еді. Бүгін көріп отырсыздар влогтан. Баршаларыңызға, қолдауларыңызға осы күнге дейін менімен бірге болып, қуанышты бірге бөлісіп, қолдау білдіріп жатқан оқырмандарға алғысым шексіз, Алланың нұры жаусын. Әлі біздің алатын белестер алда, талай жұмыстар жасалынады. Сол себепті алдағы уақытта керемет осындай қызықты бір влогтарды күтсеңіздер, осындай бір жақсы жаңалықтармен көріп, біліп отырайық дейтін болсаңыздар, дәл осы менің осы YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар болады. Мына жерде осындай бір бұрынғы кәріс халқының ескі үйлері секілді бір стильмен жасалынған барлығы мейрамхана, бірі фотосалон, сондай-ақтағы басқа да ғимараттар бар. Мынандай бір түсетін балкон сияқтысы бар екен, террасасы. Ал, осындай керемет жерге келе жатырмыз. Вау, не деген атмосфера. Сен үшін өреке? Сол қыздармен кетіп бара жатырмыз тамақтануға. Мен дауыздар Самарқандқа өзіміздің СНГ-ның тамағын берейік деп. Жаңа тамақтарды жегізуге менде де желание болып тұрған жоқ. Ертең ауырып қалып, құдай сақтасын. Қиын болады да. Өзіміздің үйреніп қалған тамақтарды жейік дейді. Қыздар не жейсіңдер? Өзіміздің бешбармақты жегші. Бешбармақты? Иә, қазымен етпен. Етпен? Сүрленген ет па или әшінен? Сүрленген етпен. Сүрленген етпен ба? Иә, жал жаясымен, майына, қызықтыр. Болды. Қонақтарымызды осындай бір өзбек ағайындарымыздың мейрамханасына Самарқандқа келдік. Қалайсыздар, ас болсын тағы да? Камерамен келесің. Bir жол өзің келесің, екінші жол камерамен келесің, короче. Дайындалып келесің, ар жаққа баршы.
Кісілер, короче. Мынау зданияға келгісі келіп жүр екен. Келе жатырық. Бұның ішінде мен жүрген видеом бар, влогта бар. Ішінде анда нелер бар. BTS группалары бар ғой. Өздерінің әншілері, знаменитый адамдары, короче. Кепка, шапка, ремень, там болады ғой, жабыстырып қоятын бәлдер. Сондай сатады. Ішінде бір особый не жоқ, бірақтан ішіндегі бір архитектурасы, ішіндегі дизайн деген маған өте қатты ұнады. Ішінде отырып кітап оқысын болады, отырып білгеніңіз десе, короче. Содан бір адам настроение неге жоқ? Паспортный погода болып тұр. Шаршап тұрған сияқтысың. Шаршап тұрған сияқтысың. Білмеймін, анча көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма? Сондай болып не істеп тұр. Надо было вчера снимать, да? Что болғанда? Энергия бар кезде, Иә. Темадың да? Вы случайно блогер составляете? Әне, яқтан адамдар көріп танып отыр әне. Кореяда танып отыр да, бір адам. Дубайда, Турцияда жүргенде де осылай келе ма негізі? Ондай болып тұрады. Болып тұра ма? Кездесек, анау-мынау бір танымдылым бар ма? Иә. Кореяға келген кезде, жоқ, келмей тұрған кезде, я план уже рассказал, когда я лечу Корею и Японию, тоже писали, давайте біз қыдыртайық. Енді қазір киім қараймыз, бүйтеміз. Барлығын барынша көрсетуге тырысам. Мен өзім сіздерге алдындағы влогта не көрсеттім, не көрдім, соның барлығымен бөлісуге тырысам бұл кісілермен де. Жайдан жай ол алдында арылған жоқпын ғой, осындай кезде кішкене сондай бір багажды қосу керек сізге деген сияқты ғой. Қызықтың бәрі алда, тамашалаңыздар. Каналға жазылып, колокольчикті басып, лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды жазып, барынша қолдау білдіріп кетіңіздер. Осы каналға жазылып қойыңыздарды және үзбей қараңыздар. Бұдан да керемет влогтар алдағы уақытта шығатын болады. Сараня. Мына қыздың очки ұнап тұр маған. Можно очки? Бұл қыз украинка, No. Беларусь. Беларус. Беларустың қыздары ғой, Беларус. Йо, да қойсын. Қалай жараса ма? Жараса астына лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Нормально, да? Берсейші? Берсейші, ауыстырайық та? Ауыстырайық, мен очким мынау. Екеуміз ауыстырайық. Блин, кетті қойшы, ауысты очки. Очки ауысып отыр бір адам. Көріп жүрмін күнде деш. Ағызға қанша прикол сосын күлмей жатыр да енді. Түсінбейді да. Менің тілім бөлек қой. Орысша үйреніңдер, жігіттер, орысша. Мектеп кезде орысшаны қатырып алсаңдаршы. Нормально болды. Өскенде үйреніп алам деген далбасаң не ол. Ақша көп емес қалған, а такси 30 мың теңге шықты біз. Иә, сіз последний бургер алып жүрсек. Фотки покажу. Мынау сырник дей ма, не дейді? Сондай да, короче. Жесіңдер, өкінбейсіңдер ғой. Жесіңдер, жей бергілерің келеді. Камсамида. Қыздар қанеке, бәріміз бірге. Камсамида. 1, 2, 3. Камсамида. Ал, реакция кетті токпоккеге. Ваша оценка, Диана? Они острые. Нас обманули. Хош? Не, прикольный вкус. Но они очень безвкусные, прям как будто вату ешь. Қалай, ұнады ма? Ұнады ма? Кеп жеп тұрасыңдар енді құдай қаласа. Маған бәрі ұнайды, базар жоқ, бәрі күшті, тема, керемет, Корея дамып кеткен да. Бірақ бір нәрсесі ұнамайды, чтобы сен машинаңды парковать етесің. Бірақ сол парковать еткеннен кейін артынша біреу звондап тұрады да, машинаңды алып жібересің ба, мен өтіп кетейін деп. Осындай бір жерлер ұнамайды. Қиындау парковка жағы. Сол себептен қайда жүрсең де, тамақ ішіп жатқан жерің болса да ортасынан тамағын тастап, машинаны алуға кетесің ғой, короче. Андай жерге келдік. Лотто тау. Білетін жарсыздар, мына зданияны алдындағы бір влогтарымда көрсеткен болатынмын. Осы 123 этаждық үлкен зданияның ішіне кіріп. Кеш батып кетті. Бүгін енді бұл кісілермен бірінші күн жолықтым. Ертең ар күні бірге боламыз ғой, короче. Менің оқырмандарыма сәлем жолдап қойсаңдаршы. Сәлем. Осындай рахмет күшті ғой бізге Сеул көрсетіп жатқанына. Қанша мектепте болсақ та, вот, честно, бірінші рет, чтобы бізді прям осылай встречали. Ну, встречали, но прям, чтобы бізбен 4 күн солай жүрген, это бірінші рет.
Акансаға жүре береміз ғой. Няски тесілгенше жүре береміз ғой. Көріп отырсыздар, біздің клиенттердің отзывтарын енді Құдай қаласа тур агентствомыз ашады. Кореяға келетін кез келген жандар маған жазсаңыздар, мен сізге керемет жаңағыдай турдан әдемілеп өзім жаңағыдай не істеп беремін. Қай жерге баруыңыз керексіз, қай жерді қыдырасыз, жүресіз. Тур маршруттарыңызды жасап беретін боламын өзім ақ. Яқса жазыңыздар, сіздерге керемет жеңілдікпен жасап береміз. Шоппинг жасап жүрміз, шоппинг. Лоттоның ішінде. Лоттоның ішін тағы бір көрсете кетейін сіздерге. Мынау ғой. Естеріңізде болса. Ішінде бір Лада Приора, бір Мерстердің ақшалары ғой примерно. Жүректерің шыдаса кірсеңдерші. В ту сторону. Что, буду стоять? Вот так вот, да. Пошли вот так чуть-чуть пройдем. Жаман бәлеқор екен. Аудармаңдар осы сөзді. Жаман бәлеқор екен. Сейчас мы прошлись по набережной Сеула, и там где-то процентов 80 корейцев занимаются спортом, бегают, здоровый образ жизни. Это безумно мотивирует. Да, блядь. Ал барып өзіңе қандай машина қарап жатсың? 2 айда бар ғой, 1000 километр ғана жүретін сияқтымын ғой. Зелен цвет күшті екен, е? Жарасады. ГОСТ деген бар. ГОСТтан кейін, ГОСТтан емес, бірінші двухдверный, я забыл, как называется, и потом ГОСТ бар. ГОСТ-1, ГОСТ-2, потом Калина, потом Фантом идет. Фантом вот не мынау. Айырмашылығы, сен точно за рулем отырмау керексің, артта отыру керексің, мастық болып и так далее. Ол үшін возраст мне не позволяет. Қазақ без понтов, понтовый қазақ дейді ғой енді, сондай ғой, короче. Мұнадан кейін Авантадор, Феррари, Урус, это практически фигня алуға. Братан, мастер-класс көрсетіп жатыр ғой. Мобилографиядан мастер-класс. Братан, курс қашан жасайын деп отырсыз? Менде бар негізінде? Бар ғой, ә? Шоу болды. Бұл кісі суретке түсіргенде бар ғой. Ойбай, фильтрдің қажеті жоқ қой бұл кісі суретке түсіргенде. Қалай реклама өлтіріп жіберем ғой. Айтшы, бірдеңе дейші. Жақсы. Жақсы это что? Хорошо. Хорошо. Хорошо? Хорошо это что? Бұл қыз хорошомен жақсының басқа сөз білмейді, андай басқа сөздер білмейді. Вот, смотри. Шүкірді. Шүкірді. Десін қоспа, шүкір. Шүкірді. Шүкірді емес. Шүкір. Шүкір. Бала бабына шүкір. Шүкір, бала, шүкір. Бала. Короче, баламның болғанына шүкір деп жатыр ғой бұл қыз енді. 안심 주세요. 안심 2개 드릴까요? 2개. Ол жеке ет алады. Қазір плотно стейк болайын сияқты, походу. Не тамақ жейтін болды? Ана қыз иттің етін жейміз дейді. Қайсы? Я устала позировать. Давай. Че хочешь? Құрбақан еті бар дейсің ба? Есть мясо, лягушка. Не, хочу собаку. Она вчера вдоль берега. Собачка играла. А сегодня? Жұмыс қой, братан, жұмыс. Қайда отсы да, братан? Туалетте отсы да, братан. Блогерлердің өмірі оңай емес, достар, оңай емес. Нау иттің еті дейді, нау сиырдың еті. Мына иттің еті нағыз жейді, жалғыз өзім жеймін деді иттің етін. Мынау сиырдың еті. Енді қазір әдемілеп тұрып, мынаяқтан етті қуырып. 너 필딩 모르는 데잖아. жасты прикол ұстайды Өте дәмді. Братан, кальбидан дейді бұл тамақтан. Туалеттің алдында мынандай суреттер тұрады. Интересно, е? Қараңыздар, қызық. Ай, кәрістердің менталитеті, жалпы мәдениеті деген өтте потолок қой, қарасаңыздар. Люкс, да. Ну там люкс. Ал енді ойлан, қайқа барамыз. Мне просто зайти. Бұл кісілер енді қайтқан кезде ПЦР тапсыру керек болып отыр. ПЦРге кебет что-то не істемейді екен. Істейді, но именно Японияға. Бұл кісілер енді бұл жақтан шығып Японияға бара жатыр. Японияға ПЦР тапсырмайды екен именно. Сол үшін басқа жақтан іздеу керек болып отыр. Сіз қолыңыз тигізсеңіз ашыла береді ғой машина. Бүгін қандай күн? Бүгін среда. Құдай қаласа ертең ұшамыз Японияға. Японияда 7 күн боламыз. Жаль, что Кореяда біз надо было бы хотя бы 5 күн болу керек еді. 3 күнде ничего не успеешь, а основной жолмен уақыт өтеді. Сондықтан, если Кореяда қыдыратын болсаңдар, бір жерлерге баратын болсаңдар, лучше маршрут жасап келген дұрыс. И және де ертерек тұрып,
барып келген дұрыс. Болмаса мына жігітке звондаңдар. Иә, болмаса мына жігітке звондаңдар. Әдемі бәрін жұрт көрсетеді, келеді. Короче, Кореяның Шумахері ғой мынау. Ойбай, Қалай көтіне қалай күшті желі көріп жатыр ма? масқара ғой. Вертолет болып ұшып жатырмын ғой мен. Ближайший 5 жыл осы жігіт осында болады. Сондықтан в течение 5 лет, если вы приедете сюда, прилетите, то обращайтесь к нему. Құдай қаласа? Ұйықтамайды, 24 сағат жұмыс істей береді. 24-те жеті ғой. Дұрыс, бізбен жүрсе 24-те жеті, иә? Дұрыс. Үйге барасың, біз кеткен кезде бірінші күн қонақ, екінші күн қонақ, үшінші күн отақ дегендей. Поэтому біз үшінші күн кетіп қаламыз. Братанды қимай жатырмын мен. Мені ма? Иә. Может, қала салайын ба? Қалыстыңыз, братан. ПЦР тапсыруға келдік. Ал құрметті достар, бұдан да қызықты влогты көргілеріңіз келсе, дәл осы арнаға жазылып, лайктарыңызды басып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бір қазақтың баласы деп қазақша контентті барынша қолдап кетейік, иә? 1 килограмм ұйқы керек ау дейміз. Қалай ойлайсыздар? Оказывается, братан, анда қолды қытырлатқан жақсы көреді екен. Иә. Кешеден бері қолым қытырлатып жүр. Иә. Братан, қолым саусақтары жетпесе, аяғым саусақтары да бар. Конечно, ана жерінде де, любой жерінде, бля, ты чё, ёпта. Қай жерін қытырлата береміз. Иә. 20 плюс чем-то, короче. Кажется, будет. Тебе надо было еще камеру вытереть. Ты чё, ебать? Блогер, видеоблогер или чё, кто ты? Вот мен үстіп үйретем, бля. Братан, емшектен шықпаған. Я простой, как сабын. Қара кір сабындар болады. Я, конечно, хозяйственное мыло бар. Братанмен жақын сөйлесіп танысып жатырық. Өтте сондай бір Қалбап. өзімнің бар ғой, бір туған ағам сияқты болып кетті. Оңды, солды қарамайды, астын төбесін, астынан кіріп, артынан шығып. Хорошо, ойлаңдаршы. 1 жыл Кореяда жүріп, уже машинасы бар. Уже. Понимаете? Нет, мы не вызываем наших казахов, что сюда приехали и работали в Корее. Біздің Қазақстан везде баю керек деген бар. Дұрыс па? Везде. Да, поэтому бар су алып қойшы. 3 обычный су, сосын 1 тәтті су. Только не газированный. Эй, бауырым, адуши, рахмет. Қарашы, алып кел дедім ба, алып келді. Осындай болу керек қой, братчикалар. Сыйластық екі жақта да болу керек, дұрыс па? Жөн. Воду? Вот, смотрите, здесь что есть. Все хотите? Спасибо. Воду будешь или что? Күн жаман ыстық деймін да? Ей, наоборот, күшті ғой. Біз деген адамбыз. Адамдар всегда біз недовольны болып жүреміз. Неге? Күн ыстық болса, күн ыстық дейміз. Жаңбыр жауса, жаңбыр деп айтамыз. Күн суық болса, суық дейміз. Поэтому сабыр сақтап, Құдайдың бергеніне рахмет айту керек қой. Күн суық болсын, жаңбыр болсын. Понимаете? Не деген әңгіме болып отыр не жақта, Құдай? Жеңешем не дейді екен? Не дейсіз, жеңеше? Қалай, Корея алдын кеп кеттіңіздер? Очень надо, екінші рет мында. И круто, что мында свои друг друга поддерживают, ищут. Комитет это офигенно. Біздің менталитет вообще күшті, по идее. Напиши, пожалуйста, как называются эти беленькие штучки, которые мы вчера пришли. Топ-попки. 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 2П? Да, попки. Неше сағатта жетеміз? Баратын жерге. 1 сағат деп отырмын. 1 сағат? Реально ма? 1 сағат. Не, ну по факту сколько часов? По факту 1 сағат. По факту 1 сағат? Иә. Ебать, ты сказал тогда, ну по факту если раз 1 сағат болып тұрса, қанша минутта апара аласың? 58 минутта апара аламын. О, нормально. Енді екеуің бір-бірі қолдарын тұтаңдаршы. Погнали. Давай, бля, ну Акер. Это просто контент. Ну, блядь, ну это влог, давай. Подыграй. Вот, все, Как снимается love story. Вижу, есть 5:32. Бля, сен мына жерде маньяксың ғой, ну. Қойыншы. Волосы. Нет, класс. Может, ты пострижешься вот так? Жаздың кезі ғой, братан. Это лаваш, да? Есіңізде ма, братан? Мен есімде жоқ, но мына жерде мен әдемі түсіндім. Всегда красавчик. Кішкене сен, да, сбросил вес? Мен ба? Я. Білмеймін енді. Лапша жіберіп нахуй бросил. Абу-Даби, красава. Кітапхананың іші осылай көрінеді, жалпы бір қарағандағы көрінісі. Бір кітапқа қызығушылық танытып, бір кітап оқитын адамдар келіп, қарап көрмесе, абылай ішті пыстыратын жер екен.
Енді ол өзімнің мнением. Zara дейміз, кеттік Zara. Жоқ, былай до конца қарай барасыңдар деді, короче. До конца барып, сол жақтарында болады деді ол. Брадан. Аузым сумен ашпай жатып, тамақ тұрып отырмын. Ondan болады. Ұмыт кеткенмін, короче, сумен аузын ашам депші. Бірақ андай тамақты жұтпадым да, шайнап отқан кезінде, короче, есіме түсіп келеді тақыдағы. Екеуміз қыздардан бөлініп, бөлек, миды тыныстырайық деп, өзіміз тамақ жинап отыр. Қажай? Бір екенді, братан маған ауызаша жасап беріп жатыр ғой. Мен де дастарханнан Алла разы болсын, братан. Жақсы көремін. Иншалла Қазақстанға барайшы. Жаным, молодец. Осындай бір ашықалар көре берсін. Іздеген нәрсе табылды ма жеңеше? Табылды ма? Құдайға шүкір. Просто штаны маған керек болды ғой. Құдайға шүкір, ойбай. Ой. Сол штаны 2 күн іздедім. Болды ма, кеттік пе енді? Енді тағы бір сумка аламыз. А был, конечно, любовь, но мы ездили на такси. Не? Екі ұрды мен кетіп қалдым, короче, осылай. Менде планшет бар сосын екен. Яқта любой жерде, қай жерде не бар екенін бәрін тауып алуға болады осы планшет арқылы. Бизнес идея сіздерге. Түсірген видеолар бар ма уже? Бар. Қанша просмотр жинадың? Потологы 35 мың ба, сондай болады. Енді ғой біздікі бір адам. Қанша ай болды, қанша жыл болды? Мен келгеннен бастадым ғой. Осы Кореяға кіріп келе жатқаннан бастадым ғой. Молодец. Тура осы сіздің түріңізді түсіріп алдым ғой. Осы қанша просмотр жинайды деп өзіңіздің интуицияңыз жазған текстарыңа обложкаңа байланысты десеңізші. Құдай қаласа осы видео атады деп ойлаймын. Да, Абу-Даби. Рахмет, братан. Осыны жеме. Мен келем, қайттан оны алып келесің. Болды, иншалла. Сақтап қоямын ғой, сарымайдай сақтап қоямын ғой сандыққа, братан. Қалай кесілгеніне түсіріп алайын. Ал вдруг бля жеп қойып, ана жаққа алып келесің. Ой, братан, елшілей емес шығар ондай. Жоқ, жей берейін ба, жемейін ба сонымен? Же, только бір күнде. Бір түнде? Я, бір күнде бір летіп. I'm from Kazakhstan. 카자흐스탄. 카자흐스탄. 나 외국 나가야겠다. 난 이름 아보. 마포. 아보. 아포. 나도 아파. 마음이 아파. 아니야, 아보. 마음이 아파. I'm sick. 아니야. 아니야. 저 이름 뭐야? I'm checking. 제키찬, 브라짜. 야, 그거 베비. 나도 아파. 할게 이제. Нүрекеміз тұрады. Ой, жол тұсады ғой. 95-те 49. Кешкі дастарханда отырмыз. Шамалы шашат тұрмыз. Ереке деймін. Екеуміз ғана сияқты шаршап отқан яқты. Обедте, братан. Әңгімелерін бірін-біріміз неші қылып отыр қойшы. Ертең обедте Құдай қаласа шығарып саламыз. Қазақстанға деп ойламаңыз. Японияға. Терминал. Екеуміз терминал бар екен де біздікі. Сонымен жүгіріп баратымыз. Болыңдар қыздар. Бол. Қақта жаңағы. Кеттік, жүріңдер. Жүр. Кеттік, жүгір. Быстро. Жүгірдік. Ойлаш, қанша осы ғұмырымда бүкіл қыздарды артымнан жүгіртіп қойын деп ойламағым. Ал, құрметті достар, әреңдігінде жеттік. Терминал бірге. Екке кетіп қалғанбыз ғой. Қыздармен бірге, қыздар қалдарың қалай? Жаңағы контрольдан өткізбей қойсам, уақыт өтіп кетті деп айбый. Жеттік ау. Эл деді ғой, эл не қой? Өлтіріңдер дау адамды. Қысқа жол. Патолог болды оны. Бізде осындай, короче, қызық жағдай болып отыр. Негізі ертең шыққанбыз, бірақ Аллах тағала қазаққа жаратқаннан кейін ше, кешкен жарасады екен бізге десеге. Что там? Нормально ма бәрі? Қалайсыздар, братан? Жақсы ма? 4 күн бойы жанымызда болып, бірге жүріп, братан, қыздар, өзіміздің туысқандар сияқты болып кетті. Бұл кісілер келесі сапар Жапонияға ұшып бара жатыр. Иншалла, Алла жол берсін.
аман есен жетіп алсын. Братан, келесіде иншалла қашан келем деген ой бар енді. Пока білмеймін. Атсын суытпай ертерек келіңіздер. Рахмет қыздар қаған Қазақстан шоколад құрт беріп жатыр. Рахмет. Что oldu что? Что болды ма? Что uyandı Evet. İşe varғанда ұйықтамаймыз сразу қыдырамыз Адреналин. Айтасыңдар ғой, Кореяда несімен қызық болды деген дейсіз, адастық, жүрдік, короче, айтасыңдар. Біраз нәрсе бар ғой, негізі айтатын. Мына пакеттің бәрі маған тасып баратыр қыздар. Сен же деп. Сен бірге жүрдің деп ше. Рахмет, Алла разы болсын қыздарға. Ойбай, не алды, құдай. Соңғы сөз, братан. Соңғы сөз. Соңғы сөз? Влог